Ал сәлем достар, сіздермен бірге Алихан Про. Енді мен бүгін осылай Майнкрафттағы топ 4 жаңа өші күшті модтарды көрсетемін. Онда кеттік достар. Достар, енді мен қазір осындай бірінші модты көрсетем. Бұл мод енді плащ. Қазір мен сіздерге көрсетейін осы мынандай настройкаға кіріп, от третьего лица. Бұлай. Достар, енді біз осындай новый плащтар аламыз. Оны алу үшін ештеңе істемеу керек. Просто осы модты қоса саласыз, ол өзі дайын тұрады. Және де мен сіздерге қазір тағы да бірдеңе көрсетейін. Ол үшін бізге мирдан шығу керек. Тағы да еще оның плащтарын өзгерту үшін былай істеу керек. Қараңыздар достар. Қазір күтеміз, загрузка болып жатыр. Міне. Қазір енді бізге мынандай, набор ресурсов. Міне. Осынданы, осы кнопкаға баса, осы шестеренкаға. Сосын осындайлар пайда болады. Осылардың біреуін таңдап алса болады. Мысалы менде мынаны таңдап көрейін. Orange деп аталады екен. Жарайды. Міне. Енді осылай біз істейміз. Давайте енді біз ойнап көрейік. Міне достар, бізге кірді. Енді немене тағды. Бір түрлі біз плащ пайда болды. Қараңыздар достар, немене. Какой-то жыртық паласқа ұқсайды екен арқамызға. Жабысқан. Бірақ әдемі екен. Ал жарайды, өздеріңіз көресіздер. Тағы да басқада 60 плащ добавить етеді бұл модта достар. Сілтеме төменде бұл модты жазып алғыңыз келсе. Сілтеме төменде. Ал жарайды, онда біз келесі модқа көшейік. Енді бұл мод өте күшті. Та-да! Енді бұл осындай металлический блоктарды добавить етеді. Металлический сундук. Ол бірақ осылай ашылады. Қараңыздар. Инвентарьден да табу мынандай дәу. Экранға сыймай тұр, қараңыздар. Осындай бір түрлі еще күшті мод. Сілтеме төменде. Міне. Одан да мен шығамаймын. Бірақ оларды ұрса, ол бұзылып қалады. Бұлай, мына жерден басу керек. Тағы да олардан блок болып саналмайды. Олар моб. Достар. Бұл модта өкінішке орай олар моб болып саналады. Міне осындай. Мына темір. Енді мына темірде осындай ол экранға сыйып тұр. Ал мына алтын мен алмазден вообще сыймайды. Одан да темірді алған жақсы. Одан көп орын. Бірақ тағы да бір минусы бар бұл модтың. Міне, бір-біріне қосылмайды олар. Мынау да бір-біріне қосылмайды. Мынау да бір-біріне қосылмайды. Бәрі бір-біріне қосылмайды. Зато осындай көп орны бар. Осындай күшті сандықтар добавить етеді. Сілтеме төменде осы модты жазып алып ойнап көріңіздер. Неменен? Что-то біздерден түн болып бара жатыр. Міне. Енді дұрыс болды. Міне осындай бір күшті мод достар. Жарайды. Ол сілтеме төменде сіздер жазып алып ойнасаңдар болады. Давайте мен ішіне. Сіз мына инвентарьдағыны саламайсыз, еткені сыймайды. Жарайды. Одан да темірге салып көрейік. Давайте. Ал теміргеден осылай удобно. Экранға сият сала аласың. Одан да оны компьютерді да жазып алу керек. Солай. Компьютердің экраны үлкенірек телефоннан. Сол үшін ода сияды. Ал жарайды достар. Онда біз келесі модқа көшейік. Достар, енді бізде күшті мод. Бұл осындай металлический сандық. Достар, осындай бір ең мықты мод. Қараңыздар. Оны ашсаңыз болады. Еще оны кілттеп қойса болатын сияқты. Қазір мен көрейін. Жоқ, оны кілттей алмайсыз. Еще оны бұлай бұзып басаса болады. Оны кәдімгі қолмен бұзамайсыз, достар. Тоқтаң. Мынау не?
жайына баг қой достар. Қараңыздар, көрінбейді тексту. Біз оны осылай қоямыз, сосын ашсақ, аша аламыз. А онда оны былай істесек ше. Бізге мынаны приучить, открыть, сосын былай. Бізге де оны бірден істеу керек сияқты. Қалай мынаны сонда? Әйтеуір мен білмеймін, бірақ қалай оны заблокировать етіп қоятын. Жарайды, мынау немене? Окей, будет. Бізге де бірден істеу керек сияқты. Давайте мен командамен жазып көрейін. Мүмкін function дегенде бірден пайда болған шығар. Әне, мына жерде информация беретін бар екен. Locable chest. Әне, осы сандық туралы информация беретін. After placing the chest. Function. Дейді. Сосын не? Не, бізге деген осылай бірдене жасау керек дейді. Right click and normal locable chest. Why any two different color? Right. Меден ағылшынша түсінмеймін, кішкене сол үшін. Жарайды, мен кішкене түсінем. Давайте біз көрейік. Мына бірден істеу керек сияқты. Тоқташы. Не істейді сонда? Ей! Тоқтаңызшы. Осыны әйтеуір бұржайлы істеу керек дейді. Жарайды достар, өздеріңіз түсініп аласыздар не істеу керектігін бұл. Зато осындай мықты мод. Жарайды достар. Сілтеме төменде мынаны Google переводчиктен сосын переводить етіп көрем. Ал жарайды, онда келесі модқа көшейік. Ал міне достар, бұл енді ең күшті мод. Бұл автоматтар добавить ететін мод, қараңыздар. Енді олар осылай атады. Бірақ что-то атпайды, білмеймін неге. Ол сияқты да. Мынау атпайды. Мынау бірақ күшті атады достар, қараңыздар. Міне достар, өртеп жіберді. Мә, қояндар өлді. Анау пісіп кетті ғой. Давайте сені өлтірейік. Кел. Мәсам, мә. Ей, атам месе. Мә. Мәсай, мә. Атам. Что-то өлмейді екен. Жарайды, осы автомат ең күшті. Қараңыздар, қалай атады. Мен сен қазір атамын. Көздеу керек. Міне, хедшот. Қазір бізден мына автомат істеп көрейік. Бұл да атады екен ғой достар. Жаңа просто зависать етіп қойды. Ойбай, мен піскен қоянды алып алдым. Жарайды. Ал міне осындай. Давайте мына мен атып көрейік сен. Мә сан. Мә. Көздеу керек. Вау, хедшот. Мынау. Осы күшті екен, не достар? Қараңыздар, қалай тез атады еще. Мынау атпайды. Или оны оқтау керек па, қазір мен көрейін. Оқты екінші қолға ұстауға болады. Оның оғы емес сияқты бұл. Мынаныкі сияқты қауытты. Қазір мен көрейін. Оныкі емес. Мынау шыр. Я достар, екінші қолыңызға онда дейін алмаз осындай оқты ұстап алсаңыз, ол атады. Мен неге атпайды деп жүрсем, сөйтсем сондай екен. Давайте біз саған тестировать етіп көрейік. Ой, бұл емес, мынау. Насам. Ой, хедшот. Міне хедшот, бір удар. Бір атқаннан өліп қалды ғой. Бұл да атпайды, оның өзінің оғы керек. Алтын оқ сияқты. Жоқ, оны кемес екен. Мынау ше. Жоқ. Бұл да алмаз оқ сияқты. Оның оғы мынау сияқты.
Мен солай ойлаймын. Ой, тоқтаңдар. Мен обучение дегенге кіріп кеттім байқамай. Осы сияқты оны. Жоқ, ол емес екен. Мүмкін мынау шығар, басқа. Қазір көреміз. Достар, бұл деген оқыталмайтын сияқты. Мынау шығар. Что-то. Ал, жарайды, достар. Онда біз келесі осындай. Достар, мен сіздерге осын көрсетуді ұмытып кетіппін ғой. Осы ең күшті мен, ең любимый автоматым. Қазір мен сіздерге көрсетемін. Ол деген бірнеше адамды өлтіре алады. Қазір. Міне, қараңыздар, достар, қандай мықты. Сілтеме төменде осы модқа. Жазып алыңыздар. Мен қазір сені атамын. Өлді. Бірақ онымен өлтіру қиын екен бұл автоматпен. Жоқ, оңай өлтіру. Бірнеше адамды сразу өлтіре алмайды екен бірақ. Мә. Жарайды, болды. Тағы да бір автомат. Бұны сізге. Анау тағы да пісіп кетті. Жоқ, өліп ет шығып кетті. Мәсәлән, маман өлді, өзінде өлді. Мынау не? Вау! Бұл мықты екен. Қазір мен саған хедшот жасаймын. Вау! Мә. Ана жерден өлтіріп жасалым ғой, байқамай. Давайте мынаны көрейік. Бұны біз көрдік. Қазір мен деген бір автомат көрейін. Мынау қандай автомат? Бұны көрдік. Мынаны тоқтаңыздар. Сонда мынаны алғанда? Мынаны алғанда қараңыздар, беліңізде бірдеңе пайда болады. Бұл оқтары сияқты еле қорғайтын сон. Міне осындай бір күшті мод. Мынау бірақ ракетаның қалай жаратынын мен түсінбедім. Түсінбатып бара жатыр, достар, қазір. Осындай бір керемет мод, достар, автоматтарға. Сілтеме төменде. Мүмкін бұлай істейтін. Жоқ. Бұлай. Мынау не тағы? Бірақ түсінбедім. Осындай бір керемет автоматтар. Давайте мен біреуін көруді ұмытып кеткен сияқтымын. Соны алып көрейік. Мынаны көрдік пе? Көрдік. Осындай бір керемет мод. Мүмкін ол киім давать етеді. Жоқ. Ал, жарайды, достар. Осындай бір. Молодец мод. Сілтеме төменде осылай. Ал, жетелдер, алыңдар. Автоматтар, мән болды керек емес. Ал, жарайды, достар, видеоны лайк басып, каналға тіркеліп сосын осындай комментарий жазып кетіңіздер. Және осы модтарды сіздер жазып ойнап көріңіздер. Онда сау болыңыздар, достар.